Ұстаз, сүннет бойынша намазда қолды неше рет көтеру керек? Сүннет бойынша намаздың басында ғана бір-ақ рет қолды көтереміз, одан кейін қол көтерілмейді. Осы көзқарасты имам Абу Ханифа рахималлах ұстанған. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам намазын сахабалардан артық ешкім білмейді. Ал сахабалар, соның ішінде халифа болған сахабалар Абу Бакр мен Омар радиаллаху анху намазды дәл осындай үлгіде оқыған. Оған дәлел Китабул Муъджам кітабында Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхуды сөзі бар. Мен пайғамбарымызбен және Абу Бакр, Омар радиаллаху анхумен намаз оқыдым дейді. Олар тек қана намаздың басында ғана қолдарын көтеретін еді дейді. Бұл риуаят хасан, жақсы риуаят. Және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы да осылай намаз оқыған. Оған дәлел Муснад имам Зейд кітабында. Али ибн Аби Талиб карамаллаху вачха тек қана тәкбір уляда екі қолын құлағын тұсына апарған дейді. Содан кейін намаз біткенше қолын көтермейтін болған дейді. Бұл риуаят сахих. Тек қана намаздың басында ғана қол көтеру жайлы Бухариде де хадис келеді. Сахих Бухариде намаз бабы кітабында сахабалар өзара пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам намазы жайлы талқылап жатқан кезде Абу Хумейд ас-Саиди радиаллаху анху мен сендерге қарағанда пайғамбарымыздың намазын жақсырақ білемін дейді де пайғамбардың қалай намаз оқығанын сипаттайды. Осы сипаттағанда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қолын қайта-қайта көтергендігін жайлы айтпайды. Яғни тек қана басында ғана көтерді дейді. Болды.